соңына дейін қараңыз. Оң жақ бағытта ай жерді айналып жатыр, ал жер оң жақ бағытта күнді айналып жатыр. Шын мәнінде ол көрініс былай көрінеді. Яғни оң жақ бағытта жер күнді, ал ай жерді айналып жатыр. Негізі осындай бағытта шамамен көптеген планеталар күн жүйесінде оң жақ бағытта күнді айналады. Шын мәнінде ол көрініс осылай көрінеді сонда. Планеталар күнді оң жақ бағытта айналады. Түсіндіңіз бе? Бір-бірін оң жақ бағытта айналып жатыр. Енді қараңыз, осы нүктелердің бірі біздің күн. Осындай бірнеше жұлдыздар, осындай бір галактикада, яғни құс жолы галактикасы. Ал осы құс жолы галактикасындағы жұлдыздарда негізі құс жолы галактикасын оң жақ бағытта айналады екен. Негізі ол көрініс осылай көрінеді дейді. Негізі бұл бейнеде шын, яғни шамамен көрсеткенде осылай. Ал бұл нәрсе нені еске түсіретінін білесіздер ме? Дәл сол бағытта омыра қажылықта мұсылмандар Қағбаны айналады, сәйкес келеді. Ал енді білесіздер ме, біздің пайғамбарымызға дейін адамдар Қағбаны оң жақ бағытта айналған. Бұл туралы не ойлайсыздар? Комментарийға ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады.